Құрметті тұрғындар, мен Ибрагимова Перизат Жамырбайқызы, ревматолог дәрігері. Қазіргі таңда ревматология саласы бойынша ең жиі кездесіп жатқан аурулардың бірі ол реактивті артрит. Реактивті артрит ол буындардағы жүректің қабыну процесі. Яғни 6-8 апта бұрын жедел ішек инфекциясы немесе урогенитальды инфекцияларды бастан өткерген жағдайда дамитын ауру. Ол жиі көздің қабынуы, уретрит, цистит, буындарда моноолигоартрит белгілерімен байқалады. Буындардағы процесс бір немесе бірнеше буындардың қабынуы, сол буындардың ісінуі, ауырсынуы, сол буындардағы ауырсынуға байланысты қимыл қозғалысының шектелуі және де сол буындардың жергілікті температурасының көтерілуімен байқалады. Егер де осындай белгілер байқалған жағдайда міндетті түрде дәрігерге тексеріліп қаралу керек. Егер медициналық сақтандырылған азаматтар болатын болса, олар бейінді мамандарға еш кедергісіз, ақысыз тексеруден өте алады. Егер лабораториялық көрсеткіштері оң нәтиже беріп жатқан жағдайда ревматология бойынша диспансерлік есепке алынып, тегін медициналық кепілдендірілген көмек аясында тегін дәрілер жылына 2 рет босатылады. Назарларыңызға рахмет.